Қайырлы күн, тез оңай дәмді каналына қош келдіңіздер. Бүгін осындай үлпілдеген, ашытқысыз, қантсыз, ең жылдам дайындалатын бауырсақтың рецептімен бөлісемін. Алдын ала дайындалған ыдысқа қажетті мөлшерде айран құямыз. Оған шамамен жарты шай қасықтай тұз және 1 шай қасықтай ас содасын қосып араластырамыз. Енді 1 жұмыртқаны қосамыз. Сұйық массамызды осылай жақсылап араластыру қажет. Бәрін салып болғаннан кейін, өзімізге қажетті мөлшерде ұнды салып, араластырып, қамырымызды басамыз. Міне қамырымыз дайын, енді оны бетін жауып 30 минутқа жылы жерге қоямыз. Дайын қамырымызды видеода көрсетілгендей жаямыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін бауырсақтың формасын өзімізге ыңғайлы етіп жасаймыз. Бауырсақты дайындауға арналған табада өзімізге қажетті мөлшерде сұйық майды құямыз. Майымыз қайнаған кезде осылай бауырсақтарымызды салып шығамыз. Міне бір жағы қызарды, енді екінші жағына аударамыз. Бауырсақтар дайын, астарыңыз дәмді болсын. Видео ұнаса, лайк басып, каналыма жазылыңыздар.